үйдің қақпасына салынған қайрат және Реал Мадрид футбол клубының арнайы эмблемалары салынған суреттің авторы, яғни Рамазан Сәдуақас, суретші, және де осы бір бүгінгі өтетін тарихи матчтың бірден бір түркістандық жанкүйері деп айтсақ болады. Қош келдің, Рамазан, көңіл қалай? Жақсы. Бүгін келіп, жалпы бүгін тек қана Алматыда емес, жалпы қазақ елінде футбол мерекесі. Бүгін тарихи ойын. Енді біздің елімізге дәл осы Чемпиондар Лигасының алпауыт бірден бір жаңағы фавориті деп айтуға болады. 15 дүркін чемпионы Реал Мадрид клубы келіп отыр, испаниялық. Бұл қайрат клубымен ойнайды. Енді қалай, енді ой қалай бүгінгі ойынға деген, енді өзің бірден бір жанкүйерсің, бірден осыдан бастайыншы. Ең бірінші жеребе тартылған кездегі эмоция қалай болды? Реал Қазақстанға келеді. Ол кезде өте қуанышты болдым. Жеребе Реал Мадрид Қазақстанға келетін болғанына, Алматы қаласына келетін болғаннан кейін өте қуанышты болдым. Өзіміздің қазақтың ойыншылары ойнайтын болғанда. Сол бір командамен түскеннен кейін. Ал өзің қай клубқа жанкүйерсің? Мен өзім қазіргі таңда Қайратқа ғой. Бірақ негізі әлемдік деңгейде Реал Мадрид клубы. Бірақ бүгін ел мен ел, жер мен жер бөлісіп жатқан кезде өзіміздің отандық Алматылық Қайрат клубына жанкүйер боламыз. Тамаша. Ал енді жаңа айтып жатырмыз ғой, әлеуметтік желіде қызу талқыға түскен бұл сенің өз аулаңның қақпаңа, яғни Қайрат футбол клубының Чемпиондар Лигасында ойнайтын қарсыластарының логотиптерін, яғни эмблемаларын салдың. Біз көрдік, ертеңгі бүгінгі болатын ойын, яғни Реал Мадрид пен Қайраттікін салып отырсың. Бұл ой, идея қалай келді жалпы? Идея негізінде басында Реалдікін саламыз деп жүргенбіз, одан кейін осы жеребе тастаған осында Реал Мадридпен ойнайтын болған екен. Ең үлкен ағам, Ержан дейтін ағам, сол айтты осында бір жағында Қайрат өзіміз міне Қазақстан футболшысы. жарады бұл бала. Ағаңыз суретші ме? Ағам суретші. Бағы ғана өзін Рамазан айналайын.